Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгін біз студиямызда «Аманай мен Заманай» атты Сәкен Жүнісовтың повесін әрі қарай талқылауды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің студиядағы қонақтарымыз Жақсыхан Гүлжас, Есенбек Алима және де Уразова Амина, Назарбаев сәтгерлік мектептерінің оқушылары. Ал ендеше біз жалғастырамыз. «Аманай мен Заманай» повесінде енді ауыр шығарма болғаннан кейін, ол жерде де енді әр адам өзіне түйетін бір ойлар мен сұрақтар болады. Ал ендеше біздің бүгінгі бағдарламамыздың бірінші сұрақтарының бірі ол Балзияның Аманайды ауылдан алып кетуі қаншалықты дұрыс болды деген сұрақ. Ол жайлы не ойлайсыздар? Енді осы жағдай туралы айтатын болсақ, менің өзімнің жеке көзқарасым бойынша бұл мүлде керексіз іс-әрекет болды. Себебі ең соңында бүйтіп қарайтын болсақ, бұл Балзия әжейдің жеткен мақсаты да орындалмайды, және де ол баласын босқа өз анасынан ажыратып алады, және де ең соңында сол баланы мүлде бөтен адамдар өсіретін болады. Яғни осындай қиын жолды таңдаудың, қиын жолды өтудің не себебі болды екен, мен өзім түсінемін. Осы жолда мен айта кетсем, менің ойымша қаншалықты қиын жол болғанымен Балзия әженің осындай нақты және қиын іске барғаны өзінің патриоттық сезімін де көрсетеді. Яғни ол өз баласын жеткізе алмаса да өз немересін елі үшін және сол жерде ары қарай өмірін сол жерде өткізу үшін осындай қиын жолдан өтуі де дұрыс деп санаймын. Және өздеріңіз білетініңіздей, осы повесть жалпы халықты, оқырманды отанға деген сүйіспеншілікпен, туған жерге деген патриоттық сезімді оятады. Сондай мақсатта автор Балзияның осы іс-әрекеті арқылы көрсетеді деп санаймын. Бірақ бұны патриоттық сезім деп атауға бола ма, әлде кәрі кісінің дөрекі естілетін шығар, бірақ алжығаны ма? Себебі егер бұл шынымен де патриоттық сезім болса, неге осы Балзия әжей немересін оның алдында өзі сау болған кезде осы жолды аман есен етіп өте алған кезінде жылдар бұрын қабылдаған жоқ осы шешімді? Оған мәселе енді оның келінінің тұрмысқа шығам деген ойы болған негізі. Осыдан 10 жыл бұрын баласынан айырылған кезде ол өзінің Аманайын басқа адамға берем деген ойы болған жоқ. Бірақ соңғы уақытта оның келіні басқа адамға тұрмысқа шығам деп айтқаннан кейін ол сол мәселені уайымдай бастаған. Және де өзінің баласының туған жерінен бөлек басқа әкеме өсіргенін қаламаған. Ондай болса, бұл мүлде патриоттық сезімнің мәселесі емес, ол осы Балзия әженің өзінің отбасының ішкі мәселесі болып тұрады ғой себеп. Бұл жерде еске сала кетсек, әрине патриотизм мен ішкі мәселелердің қазіргі кезде өзгешеліктерін байқап отырмыз. Ал бұдан енді туындайтын сұрақ, сол замандағы енді антуражды ұмытпауды сіздерге еске салып қояйын. Яғни қиын заман 30 жылдардан енді 80 жылдарға дейін жүріп отырады. Және де бұл сұраққа толығырақ жауап беру үшін меніңше біз алдымен сол заман жайлы жалпы автор Сәкен Жүнісов қалай сипаттаған түсіну керек деп дұрыс болып деп ойлаймын. Яғни сол замандағы өмірді автор кейіпкерлері арқылы қалай жеткізді? Мысалы, бірінші ретті кейіпкерлер Атымтай мен Балзияның өмірін айтсақ болады. Себебі басында автор оларды екі таптың адамдары бай және кедейдің және Атымтайды кеңес одағының адамы ретінде суреттеп сипаттайды. Ол арқылы олардың бір-бірін қаншалықты жақсы көргенмен бірге бола алмайтындығын және де Атымтай сияқты кеңес үкіметінің адамдары сол үкіметтің аттап кете алмай және сол өз елі үшін, өз жұмысы үшін нақты қалатынын көрсетеді. Және де екінші ретті кейіпкерлерге келсек, екінші ретті кейіпкер дегенде жалпы ауылдың бейнесінде алсақ болады. Себебі оқиғаның басында сипатталғандай бұл ауылда басқа адамдардың қайғысына
мән беруден, басқа адамдарға көмектесуден қалған еді. Және де айтып кеткендей, бұл ауылда ешқандай мереке тойланбаған екен. Сол себепті нәтижелерін айтатын болсақ, жалпы ауыл адамдары өмірдің қайғысынан шаршаған, және де жалпы ауыл. Және мысалы кеңес үкіметі көпескелеу және де оған өзінің орнатқан заңдарына байланысты халық өзі еркін өмір сүре алмады, әрдайым мысалы мал мүліктерін тауға жасыруға шейін де барды. Сіздермен келісем, яғни осы повесте ауылдың адамдарының бейнелеуі екінші реттік кейіпкерлерді сипаттау арқылы автор сол кездегі жалпы қазақ қоғамының арасындағы бөлімшілік, араздықты сипаттайды. Сонымен қатар сол кездегі қазақ халқының нашар күйін білдіреді. Мысалы, оған келетін кейіпкерлер тағы да ол повестегі Омар Томар кейіпкері және де оның әйелі Қанипа. Себебі осы екі кейіпкер екі мүгедек болып келеді. Себебі осы Қазақстаннан Қытайға көшер кезінде қыздарын жоғалтып, аяғын, қолын жарақаттап алып, біреусі есінен адасады. Яғни осы бір кішкентай отбасының қиыншылығын көрсете алу арқылы бүкіл халықтың жағдайын көрсетеді. Өте терең айтылған екен. Одан бөлек өзім оқығаннан кейін бұл жерде бір шығармада жалпы ортаңғы кейіпкерлердің әңгімелерінен бөлекте бір қызықты кейіпкерлер бар, яғни өмірлері оңай болмаған. Олардың бірі қуыршақ әңгімесінде айтылғаны. Және де қалай ойлайсыздар, бұл қуыршақ әңгімесін сол повесте енгізу арқылы автор қандай ой ұстамақ? Мүмкін билік пен жалпы халықтың арасындағы қарама-қайшылықты айтқысы келген шығар. Яғни бұл жерде Ми атты ханның іс-әрекеттері көрсетілген. Яғни осы сәбилерді кішкентай кезінен орап сол қалпында қалдыру арқылы ол өзінің күшін көрсеткен. Және де шатаспасам ата-анасы өздерінің қызы Гүлсананы босатуды сұраған кезде хан бұл жерде туылған адамдар барлығы менің адамдарым деп айтқан болады. Яғни бұл билік пен малайлардың арасындағы үлкен қарама-қайшылықты және қарама-қайшылықты көрсетеді. Және сонымен қатар осы эпизод сол кездегі қатыгездікті көрсеткен бәріміз түсінген сияқтымыз. Және де сол ол өзінің ғана адам болмай, оны жай қуыршақ ретінде басқа байларға да сатқан кезінде де оқырманға сондай аяныш және жанның ашуын сезім тудыратын секілді ма? Шынымен де сіздермен де келсем, яғни шығармада жалпы қазақ дәстүрінде мысалы ондай үлкен жер иелері хан өз халқын қорлаған деген болмаған. Және де бұл жерде енді еске сала кетсек, бұл енді 30-шы жылдар Қазақстанда коммунизм деген идеяның орнап жатқан заманы болды. Және де біздегі қазақ халқындағы ауылмен бірге көшіп, сол енді дала социализм деген термин өзгерген кез. Және де келесі сұрағымды да осы жерде атап өткім келеді. Бұл повестегі оқиғалар, енді ірі оқиғалар тарихпен қаншалықты байланысқан, және де тарихи байланысы айқын көрінген бе? Бұл оқиға менің ойымша сол кездегі тарихи оқиғалармен өте тығыз байланысқан. Себебі осы оқиғаның негізгі жағдай бұл 1930 жылдары қазақ халқының қуғындалуы, көшуі. Бұл бірнеше тарихи себептерге байланысты болған.
біріншіден ол совет үкіметінің орнауы, екіншіден бұл ашаршылық проблемасының туындауы, және де үшіншіден сол кездегі қазақ халқының бір-бірімен араздасуы. Яғни осы себептердің барлығы Сәкен повесінде ашық сипатталған және түсіндірілген, және де осы себептердің әрқайсысын оқып отырып түсінуге болады. Сонымен қатар автордың аңызды мысал ретінде келтіре отырып, шын өмірмен байланыстырғанында маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Себебі қазақ атам айтқандай, тар жол тайғақ кешу кезеңі қазақ халқына өте ауыр кезең болды, және соны орыс елінің отарластыру және конфискелеу мәселелері арқылы жеткізеді. Осы жерде сонымен қатар менің ойымша сәлімгерейдің жағдайын айтып кетсек болады. Яғни Балзияның әкесі бай адам болып саналғандықтан, және де ол Атымтайды өзінің баласындай өсіргеніне қарамастан, Атымтай және жалпы КСРО оған қиянат жасайды, яғни оны өлтіреді. Оқиғада нақты кімнің іс-әрекеті екені айтылмағанымен, бұл жерде қазақ халқы мен КСРО-ның арасындағы қарым-қатынас көрсетілген, және де халықтың шарасыздығы туралы айтса болады. Себебі осыдан кейін де КСРО адамдары Балзияға келіп, міндетті бір шарттарды қойып, әкесінің қазақ жерінде, туған жерінде жерлену үшін арнайы қағазға қол қойғызған еді. Бұл жерде енді жалпы оқиғаны талдаудың соңында негізгі мәселені қозғап кетейік. Ол жалпы осы Заманай мен Аманай повесіндегі түпкі идеясындағы енді жанды кейіпкер болмаса да Сәукеле тауы ол бұл жердегі маңызды рөлді, яғни композициялық рөлді ойнайды деп айтсақ та болады. Және де сол Сәукеленің идеялық маңызы бұл шығармада қай жағынан көрінеді? Сәукеленің осы әңгімедегі идеялық маңызы туралы айтатын болсақ, бұл жерде менің ойымша, бұл қазақ халқының мәдениеті мәселесін қозғайды. Яғни Сәукеле деген ол қазақта жас қыздардың, әлі тұрмысқа шықпаған қыздардан, немесе үйленіп жатқан қыздардың басына киетін бас киімі. Бұл яғни қазақ халқының сол кездегі тазалығы, ниеттерінің ақтығы, яғни осы мәдениеттің сақталып қалуын білдірсе, енді сол мұзтаудың, Сәукеленің, яғни мұзға қапталуы, ол жердегі тауларды өтудің қиындығы, адамдардың қаза табылуы, тірі жан өте алмайтын тауға айналуы, яғни сол кездегі мәдениеттің нашарлауы туралы, яғни сол кездегі қазақтың кеңпейіл, ақкөңіл, қонақжайлы мінезінің өзгеруі, яғни сол жаңа ғана талқылаған тарихи жағдайларға бейімделуін көрсетеді. Және бір жаңа оқиғаның өзінде айтылып кеткенде, осы тауды мұзға айналдыру арқылы негізгі Гүлсананың арманы ол екі жақтың адамдары таудан өтпеуі болған. Яғни ол өзі көрген зұлымдықты, яғни ханның оған жасаған іс-әрекеті басқа жерлерге тарамау үшін осы тауды мұзға айналдырып, адамдардың екі жақта бір-бірімен алмаспауын қалаған еді. Иә, бірақ айта кететін нәрсе, автор Сәукелені мұзтауда көрсете отырып, сонша қазақ қыздарын сипаттаған жоқ деп санаймын. Себебі ол бұл оқиғаны жеткізу арқылы оқырманға қанша сол кездегі, яғни сол кездегі әсіресе қыздар үшін қиын өмірді көрсеткенімен, ол аса маңызды емес
аса маңызды рөл атқармайтын, яғни қосалқы оқиға ретінде қабылдаймын оны. Яғни оған аңыз айта отырып, көрсете отырып, оны жай сондай кезеңдер болғанын, болуы мүмкін болғанын жеткізеді деп мүмкін бұл жерде таза махаббаттың да бір интерпретациясы болуы мүмкін. Себебі негізінде шыдаспасам Газит, Газит персонаны кішкентай кезден атастырылғандықтан, оны шын жүрегімен жақсы көргендіктен, өзінің қолы болмағанына қарамай тұрып, осындай әдемі сөмкелер жасау арқылы, яғни ол бір жылдың ішінде неше түрлі әсем тастарды тауып, солардан бір ойға кірмес сөмкелер істеген. Яғни ол бір жағынан қулығы да болғанда шығар, бірақ менің ойымша осы екі жастың қосылып, бірге қалуының символы махаббатты көрсетуі мүмкін. Осыған орай бұл сөмкелердің тағы да бір интерпретациясы ол осы қуыршақ әңгімесімен байланысты ғой. Яғни Гүлсана мен Балзияның бір-бірімен байланысы, яғни осы әңгіме бұл Балзияның болмай қалған арманын тануға болады. Өте терең талқыладық деген ойдамын. Шынымен Закен Жүнісовтың өзінің өмірбаянында қараса, кей жағынан ол да автобиографиялық шығарманың бірі деп айтуға да болады. Себебі ол өзі көшкен кезде, қазіргі Синьцзянь ұйғыр автономиялық Қытайдың облысында да қазақ халқы кейбір қандастарымыз көптеген қорлықты көрген. Және де 20 ғасыр еліміз үшін қиын болды. Бұл шығармада енді айқын көрсетілді деп ойлаймын. Кейіпкерлер де арқылы оны автор тереңнен жеткізді. Және де ең бастысы бұл шығармадан идеялық ойында енді бұл қандай да қиын сәттер болмаса да қазақ халқы одан өте алды, көтере алды. Және де қазіргі геополитикалық ахуалдарға байланысты Ресей мен Украина арасындағы соғыста да бұл енді параллельдерді келтіруге болады деген ойдамын. Енді 21 ғасырдың соғысы. Қалай дегенде де сіздерге бүгін студиямызда сұхбат бергендеріңізге көп рахмет айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.